Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 2-ші тоқсанға арналған тәжірибе жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Кеңес өкіметінің Қазақстанда орнауына Ленин бастаған большевиктердің қандай уәделері әсер етті? А. Халыққа бейбітшілік. Б. Жұмысшыларға завод пен фабрика. С. Шаруаларға жер. Д. Ұлттар мен ұлыстарға теңдік пен бостандық беру. 20 ғасырдың басындағы Қазақстанда Ленин бастаған үкімет қандай уәделерді орындамады? Неліктен? Ұлттар мен ұлыстарға теңдік пен бостандық беру уәдесі орындалмады. Теңдік пен бостандық тек қағаз жүзінде ғана берілді. Ұлттардың құрған үкіметтері қудалауға ұшырады. Саяси жетекшілері кейіннен жазаланды. Екінші тапсырма: қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне талдау жасаңыз. Әлихан Бөкейханов 20 ғасырдың бас кезінде қазақ даласында кеңінен қанат жайған ұлт-азаттық алаш қозғалысының негізін қалаушы және жетекшісі. Алашорда ұлттық автономиясы халық кеңесінің төрағасы болды. Әлихан Бөкейханов кезіндегі құдіретті қазақ хандығының бірлігі мен күш-қуатынан айырылып, отарлық тәуелділікке қалай түскенін егжей-тегжейлі зерделеп шықты. Жаһанша Досмұхамедов бүкіл ресейлік мұсылмандар кеңесі төрағасының орынбасары. Уақытша үкіметтің бүкіл ресейлік құрылтай жиналысы туралы заң жобасын дайындайтын мемлекеттік кеңестің мүшесі болған. Облыстық және жалпы қазақ съездеріне қатысқан. Алашорда үкіметінің құрамына сайланған. 1918 жылдың көктемінде құрылып, күзінде таратылған уақытша ойыл уәлиатын және оның орнына құрылған алаш автономиясының батыс бөлімшесін басқарған. Большевиктердің көсемдері Ленинмен және Сталинмен қазақ автономиясы туралы келіссөздер жүргізген. Мұхамеджан Тынышпаев 1917 жылдың ақпанында дүниеге келген. Уақытша үкіметтің Түркістан комитеті құрамына мүше болып, халық трагедиясын шешуге барынша атсалысты. Мұхамеджан Тынышпаевтың қоғамдық саяси қызметінің келесі бір өте маңызды кезеңі Алашорда үкіметі тарихынан табылады. 1917 жылдың соңына таман Ресейдегі биліктің дағдарысы мен анархияға ұшырауы алаш зиялыларының ұлттық автономия мәселесін көтеруіне ықпал етті. Мұстафа Шоқай бастаған мұсылмандар қозғалысының өкілдері шұғыл жиналып, төтенше съезд өткізді. Съезд шешімімен құрылған Түркістан қоқан автономиясының 54 адамнан тұратын уақытша халық кеңесінің құрамына сайланды. Уақытша үкіметтің сыртқы істер министрі болды. Уақытша үкіметтің төрағасы Мұхамеджан Тынышпаев қызметінен кеткеннен кейін оның орнына Шоқай сайланды. Мұстафа Шоқай автономияны сақтап қалу үшін аянбай еңбек етті. Бірақ өкінішке орай автономияның ғұмыры ұзаққа созылмады. Алашорда үкіметі мен Түркістан автономиясының идеялары неліктен жүзеге аспады? Біріншісі, кеңес үкіметінің саясаты автономиялардың идеяларының жүзеге асуын қиындатты. Екінші, ұлттық автономиялардың жетекшілері қудалауға ұшыратылды. Үшінші тапсырма: 1920 жылдың 26 тамызында РКФСР құрамындағы автономиялы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы декрет қабылданды. 1920 жылдың 4 қазанында Орынбор қаласында Қазақ АКСР кеңестерінің құрылтай съезі өткізілді. Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы Меңдешев, ал Қазақ АКСР-ның халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып Радус Зенкович тағайындалды. Қазақ АКСР-ның құрылуының тарихи маңызын жазыңыз. Біріншісі, декларацияда Қазақ АКСР-ның мемлекеттік басқару органдары азаматтардың құқықтары мен міндеттері айқындалды. Декларацияда әрбір ұлттың ана тілін пайдалануға толық құқығы бар деп көрсетілді. Қазақ АКСР құрамына Ақмола, Семей, Торғай, Орал облыстары және Каспий облысы мен Астрахан губерниясының қазақтар тұратын аудандары енді. Астанасы Орынбор қаласы болып белгіленді. Төртінші тапсырма: жаңа экологиялық саясаттың оң нәтижелері. 1924 жылғы 1 қаңтардан бастап салық тек ақшалай төленетін болды.
Салық үдемелі болғандықтан оның бар ауыртпалығы байларға және кулактарға түсті. Мал өсіретін қожалықтар салықтан босатылды. Жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат етілді. Жаңа экономикалық саясаттың кемшіліктері: саяси өмірде демократия бұрмаланды, еркіндік мүлде болмады. 1921-1922 жылдардағы ашаршылық. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер және видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.